Армысыздар, құрметті көрермендер. Біздің жасанды тоғанымыз. 2019 жылдың наурыз айында қазылған болатын. Және сол жылдың күз айында, қыркүйек айында сазан балықтарын әкеп жібердік. Және де 2019 жылдың басында, мамыр айында, яғни маусым айларында ағамұр және дөңмаңдай шабақтарын жібердік. Дөңмаңдай дегеніміз толстолоб, орысша айтқанда. Біз енді осыны әр мезгіл сайын балықтарының өсу қарқынын видеоға саламыз деген ойдамыз. Алдағы уақытта көреміз десеңіздер, комментарий жазыңыздар, және де оны толығырақ баяндайтын боламын. Қосымша айта кету керек, 4 дана, жалпы 4 дана, 2 аталық, 2 аналық ересек сазан балығы жіберілді, уылдырық шашатын. Және де осы маңда олардың көктемде уылдырық шашатын орындары болады. Ол жайлы осы жылдың 2020 жылдың мамыр айында түсірілім жасаймын деген ойдамын. Әрине жұмыстың сәті келсе. Ал мынау біздің жіберген үйректеріміз. Жақындырақ көрсетіп көрейік. Міне осы көктемде Құдай қаласа жақсы нәтиже көрсетеміз деген ойдамыз. Мына балықтар секіріп жатыр қыс айында. Оның барлығы мына жер асты суының арқасында. Ол насостан айдалады. Сондықтан балықтар жыл су келген кезде, қыс мезгілі болсын, әсіресе тұқымдас балықтар, сазан, амур, дөңмаңдай жақсы қозғала бастайды. Және айта кету керек жайт, біз жер аяқ суды пайдаланамыз. Ол мына труба арқылы каналдан келеді, мына жақтан. Біздің теректер. Бұнда қырқатын уақыт болып қалыпты. Және жарайды, ол жайлы кейін айта жатармыз. Міне біздің туғанымыз осы. Жоғарыдан кадр жасап көрейік. Міне пішіні осындай жалпы. Мынау үйіміз. Балықтардың күз айында жіберілген балықтардың суреттерінің суреттері, видеолары бізде бар. Көреміз десеңіздер, артынша жүктейміз. Сау болыңыздар, аман болыңыздар, каналға жазылыңыздар, және лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз де енді бұл шаруаны енді алып жатырмыз. Сондықтан дұрыс түсініңіздер. Бұдан кейін сапалы видео жүргізуге тырысамыз.